Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай ракушка тәріздес өте дәмді және оңай жасалатын тіске басарлардың жасалу жолын көрсететін боламын. Сондай қытырлап, ал ішіндегі начинкасы сондай дәмді болып шығады. Үй ішіңізге ұнайтыны сөзсіз. Ең алдымен дайын осындай қатпарлы қамыр қажет болады. Шамалы жұмсартып алғаннан кейін жабысып қалмас үшін сәл ұн себелеп, оқтаудың көмегімен үстінен 1-2 өтіп шықсаңыз жеткілікті. Содан кейін арнайы кескіштің көмегімен немесе ондай болмаса дәл мен секілді стаканның көмегіне жүгініп, қамырыңызды дөңгелек форма етіп кесіп шығуыңыз қажет. Бұл қатпарлы қамыр болғандықтан пісу барысында көтеріліп, арасы ашылып, ракушка тәріздес болып шығады. Өте әдемі болып шығады. Мінекей барлығын кесіп алудамын. 2 листін пайдаланудамын. Сол кезде менде 12 штук ракушка шықты. Содан кейін беткі жағы қызарып пісу үшін жұмыртқаның сарыуызына сәл ғана сүт қосып араластырып, кисточканың көмегімен үстіңгі жағының барлығына жағып шығатын боламын. Содан кейін формалы қамырларымызды қызып тұрған 180 градустағы пешімізге бар жоғы 15 минутқа салып алатын боламыз. Сол кезде салмасын дайындап алайық. Ол үшін бізге творожный сыр, петрушка және помидорлар қажет болады, яғни қызанақтар қажет болады. Петрушкамыздың таяқша жағын кесіп алып тастаймыз, қалған жағын, яғни жапырақша жақтарын ұсақтап турап алатын боламыз. Оны творожный сырымызға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, салмасын әртүрлі түрлендіре берсеңіз болады. Мысалы, кукуруз салуыңызға болады, қияр ұнтатып салуыңызға болады кесіп. Әртүрлі өзіңіздің фантазияңыз жеткенше начинка жасай берсеңіз болады. Содан кейін қызанағымызды осылайша дөңгелек етіп кесіп шығамыз барлығын. Содан кейін дайын қамырымыздың ракушкамыздың ішіне салатын боламыз. Мінекей, ракушкаларымыз пісіп дайын болды. Өте әдемі болып шықты емес пе, достар? Енді осының арасын ашып, салмасын салуға кірісеміз. Арасын ашу еш қиындық тудырмайды, қатпарлы қамыр болғандықтан оңай ашылады. Мінекей қызанағымызды орналастырудамыз, содан кейін 1 шай қасықтай творожный сырымызды салсаңыз жеткілікті. Бар болғаны сол, достар, осылайша барлық ракушкаларымыздың ішін толтырып шығамыз, содан кейін әдемі деген тарелкамызға орнатып, дастарханымызға ұсына берсек болады. Достар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей, ракушка тәріздес тіске басарларында дайын болды. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты емес пе? Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.